Кеш жарық, құрметті көпшілік. Баяғыда біреу айтқан екен, бір сом беріп басатамай, мың сом беріп тоқтатамай қойдық деп бір әншіні. Сол айтқандай, бір жыл шықпай енді ауылға жуалға келіп үстін ойымды білдіріп сіздермен бөлісіп жатырмын. Айтайын дегенім айтпасқа болмады. Осы тамадалар сөйлегіш қой. Тек сөз білмейтін бір жігіт тойда тұр дейді. Айтайын дегенім деп. Не айтайын дегенің десе, айтайын дегенім, үйге қайтайын дегенім деп едім деп. Сол айтқандай айтайын дегенім өткен апталарда интернет желісінде шу шығарып шыққан Тұрсынбек Қабатовтың әйелінің қылығы болды. Шыдай алмай коллаж жасап тиктокқа да жібердім. Мазақтағаным емес, Туканың айтқан бір интермедиялар бар ғой, атамның басай деген. Шіркін-ай, қандай бүкіл елге, шетелге деп бірталай азаматтар намысын жыртып, Бауыржан Момышұлы атамыздың барлық елге сіңген еңбегін айтып, қалай қорғылғанын суретті қиып, басын ойып алып, оны өлдірмейді. Кім еді аты? Тұрсынбек Қабатовтың қатының Келемеж дегені, ой, бір намысқа тиді. Ашуланып жұмыс барысында, үй барысында айтып қойдық. Бірақ бір кешірім сұрайды деп ойлап едім. Мылқ етпеді. Не Тұрсынбектің өзі, не әйелі, не сол тележурналистер сондай ойға барған. Ойларының таяздығы, көзқарастығының көрсоқырлықтары әбден намысқа тиді. Мен өзімнің позициямды, ойымды айтқым кеп шыдай алмай шыққаным ғой сіздерге. Мақтанамыз, құрметті жуалылықтар. Менің мамам марқұм айтушы еді, мақтанғанда дамбалы жыртылып кете жаздайды деп. Сол айтқандай, мақтанғанда көкірегімізді айқаптай қыламыз. Жуалы жерінен шыққан атамыз бар, батыр атамыз. Осындай деп. Жуалыдан шыққан бір ер азамат не бір халықтың қалаулысын көрмедім. Тек қана Зейнеп Ахметова апамыздың, апа ғой енді келесі жылы 80-ге толады екен ол кісі. Ашына айтқан, шырылдаған ойы естідік. Алматы қаласындағы Бауыржан Момышұлы атамыздың ескерткішінің қасына барып сөйлеген ер азаматты тыңдадым. Қазақстанның төбе биі аты Сейіт Қажымет. Ұмытып отырмай айып етпеңіздер, сол кісіні тыңдадым. Айтпаса сөздің атасы өледі деген. Сондай бір намысқа тиетін жағдай болды. Сіздерді қайдан, менің қатты намысыма тиді. Ой қозғаған бір жуалылықты естімедім ау. Бұл да бір біргем дүние болды. Шерхан атамыз тірі болғанда айқайдың көкесі болатын еді ол.